Сәлем достар, бүгін бізде ағылшын тілін үйрену 7-ші сабақ Future Simple, яғни қарапайым келер шақ. Жалпы Future Simple деген не, ол қай кезде қолданылады? Біз кез келген келер шақта орын алатын оқиға туралы айтқымыз келсе, біз Future Simple'ды қолданамыз. Мысалы, I will visit my mother tomorrow. Мен ертең анама барамын, яғни ертең болатын оқиға. They will go to the sea next week. Олар алдағы аптада теңізге барады, яғни алдағы аптада орын алатын оқиға туралы айтып тұрмыз. Енді Future Simple'да сөйлемдерді қалай құраймыз? Бұл жерде бізде етістік өзінің бастапқы формасында қала береді, оны ешқандай да жалғамаймыз, екінші формасына өзгертпейміз. Сонымен қатар есімдіктен кейін shall немесе will көмекші етістіктері қолданамыз. Мысалы, I will go to the park. Мен паркке барамын. Яғни бұл жерде біз I, яғни мен деген сөз, ол есімдіктен кейін will көмекші етістігін қолданып тұрмыз. Енді Future Simple'да сұраулы және болымсыз сөйлемдерді қалай құраймыз? Сұраулы сөйлемдерді құрау үшін бізге міндетті түрде will көмекші етістігі қажет, оны сөйлемнің ең басында қоямыз, яғни сөйлемнің ең басында тұру қажет. Сонымен қатар болымсыз сөйлемде will көмекші етістігіне not сөзін қосамыз, яғни will not деп оқимыз. Мысал келтірейік. Will you study at university? Сен университетте оқымақшысың ба? Яғни болашақта сен универде оқитын ойың бар ма деген сияқты. Бастапқыда will көмекші етістігі сөйлемнің ең басында тұр. Содан кейін ғана барып you есімдігі қолданылып тұр. Келесі. I will not study at university. Мен университетте оқымаймын. Яғни келешекте мен университетте оқымаймын. Немесе оны қысқартып I won't study at university. Яғни will және not сөзін бір-біріне қосып won't деп оқысаңыздар да болады. Енді Future Simple'дағы жиі қолданылатын сөздер: tomorrow, ертең, next year, келер жылы, next month, келер айда, next week, келер аптада, немесе in a week, апта ішінде немесе бір аптадан соң. Яғни осы сөздер сөйлемде қолданылып тұрған болса, онда сіздің сөйлеміңіз келер шақта, яғни Future Simple'да тұр дегенді білдіреді. Енді үй тапсырмасы бар бізде. Төменде берілген сөйлемдерді сіздер ағылшын тіліне аударуларыңыз қажет. Бірінші, мен ертең достарыммен кездесемін. Екінші, сен ертең паркке барасың ба? Үшінші, ол ертең мектепке бармайды. Осы үш сөйлемді аударып, комментарияға жаза кетсеңіздер болады. Біз сіздерге тексеріп, дұрыс жауабын айтамыз. Егер сіздерде барлығы дұрыс болса, онда сіздер Future Simple'ды толық меңгердіңіздер деген сөз. Назарларыңызға рахмет.